Құлагер поэмасының идеясы қазақ халқының еркіндігі мен тәуелсіздігі үшін күресі, туған жерге деген сүйіспеншілігі мен адалдықты дәріптеу. Поэмада қазақтың ұлттық құндылықтары, халықтың тарихы мен тағдыры, сондай қасіретпен күрес кезеңіндегі адам бойындағы ерлік пен күштілік айтылады. Ең бастысы, поэманың негізгі мотиві адам рухының биік болуы, қиындықтар мен ауыртпалықтарға қарамастан өз жолын табуы мен жеңіске жетуі. Ілияс Жансүгіровтің «Құлагер» поэмасы нақты тарихи оқиғаға негізделген, және ақан сері мен оның сүйікті тұлпары құлагердің қайғылы тағдырын баяндайды. Шығарманың сюжеттік желісі келесі негізгі бөліктерден тұрады. Поэма ақан серінің өмірі мен өнеріне шолу жасаудан басталады. Оның ақындығы, серілік дәстүрі, сұлулық пен тазалықты бағалауы сипатталады. Сондай-ақ қазақ халқының өмір салты, кең даладағы бәйге дәстүрі суреттеледі. Ақан сері өзінің сүйікті тұлпары құлагерді атақты Сағынайдың асындағы үлкен бәйгеге апаруға шешім қабылдайды. Бұл асқа бүкіл қазақ даласынан небір жүйріктер жиналады. Құлагер бәйгеде алдына жан салмай шауып келеді. Алайда бай баласы Батыраш ақан серінің тұлпары жеңіп кетпесін деп іштарлық танытып, жалдамалы жендеттеріне құлагерді таспен ұрып өлтіруге бұйрық береді. Құлагердің өлімін көрген ақан қатты қайғырады. Ол өзінің сүйікті тұлпарына арнап зарлы жоқтау айтып, халыққа зұлымдық пен әділетсіздіктің құрбаны болған құлагердің қазасын жеткізеді. Шығарма ақан серінің қайғылы тағдырын көрсетумен аяқталады. Оның өнері, әділеттілікке деген ұмтылысы, таза жан дүниесі қатыгездікке тап болғанымен, ол ұмытылмайды. Құлагер әділетсіздік құрбаны, ал ақан сол әділетсіздікке қарсы тұрған ақын. Поэманың басты мәні адам бойындағы қызғаныш пен зұлымдықтың құрбандығы болған таза өнер мен әділеттілікті дәріптеу.